Мына жерде қараңыздар. Мынау Санжар Асфендияровтың өз қолымен жазған мәшинкеге басып әрине мақаласы. Түпнұсқа болды. Қазақ мемлекеттік университетінің 1 жасқа толуы дейді. 1 жастағы жаңағы бұл газетте жарияланған болатын, бірақ мынау сол неге басылған мағына. Сосын мына жерде 30-шы жылдары мынау тұрған тұңғыш түлектер. Қараңыздар, бұл тұңғыш түлектерде мына жерде көрініп тұр ғой, ең бірінші тұңғыш бітірген бағанағы 124 студенттен қалған 56 студентіміз не? Ортада тұрған оңбаған кім? Голощекин отырған. Мынау Елтай Ерназаров дейтін болған. Жаңа алмасаларын айтты, ол СИК дегеніміз сол орталық атқару комитеті ғой. Центральный исполнительный комитет дейді оны. Сондағысы бұл мына үлкен мемлекеттің үш органы, қараңыздар. Бұларды қоймасқа болмайды, ол кезде Голощекин қандырғымды жүргізіп жатқан. Енді қараңыз, мына жерде Голощекин қазіргі тілмен айтқанда осы елдің президенті. Мынау Елтай Ерназаров қазақ орталық атқару комитеті қазіргімен айтқан кезде заң шығарушы орган парламент. Ал мынау тұрған Ораз Исаев деген кісі халық комиссарлар кеңесі дейді, қазіргі тілмен айтқанда үкімет. Иә. Ал мына үшеуінің айырмашылығы. Мына Қазақстанда ашылған алдына Казгуда, одан кейін мына мал дәрігерлік суд бәрі осының төңірегінде қалыптасты. Кейін оларға жеке-жеке ғимараттар тұрғызып, олар біздің университеттен бөлініп шықты. Сондықтан біз өзімізді алғаш университет деген кезде қазақ жоғары білімінің қара шаңырағы деген кезде соны ескеруіміз керекпіз. Мысалы, Нұрдәулет ағаларымыз біледі, мысалы, бір уақытта Баймен Алманов деген ректор болған кезде, ол бір уақытта біздің университетінде Казгудың директоры болды. Көп емес, бір аптадай ма, 10 күндей болды. Мына жерде Байтұрсынов отыр, осы студенттер мен оқушылардың арасында, мысалы, осындай танымал суреттер бар, мысалы. Мынандай танымал. Бұлар енді өте әдемі сурет. Енді Санжар Асфендияров бұл тек ректорлық қызметпен ғана айналыспады. Ол, мысалы, өзі тарихшы болсаң, өзі тарих пәні бойынша дәріс оқыды студенттерге. Бүгін 26 ақпан ғой, ал кеше білесіздер, 25 ақпан қазақтың тарихында қаралы дата, ол мысалы 1938 жылы 25 ақпанда осы Алматыда 30-дан астам өзіміздің белгілі тарих Ильяс Жансүгіров, Қабылбек Сағынтаев, Санжар Асфендияров, Сәкен Сейфуллин атылып, қазір өзіңіз білесіздер, Жаналы жерінде мысалы. Олардың арасында да Асфендияров болды. Мынау сол кездегі мысалы 6 айдың ішінде адам қандай келбетті ауысты. Осы біз кешті дайындағанда жаңа 25 ақпан Санжар аталарымыз және де сол аталарымыз бетті үлкен көрнекті біздің қоғам және мемлекет қайраткерлерінің өмірде атылып кеткен күні болғандықтан біз осы 25-іне орай 26-шы дүйсенбі күніне осы кешті арнадық. Бүгін аталарымыздың аруағы бір арнап түсіп, сіздерге ризашылығын білдіріп отыр деп ойлаймын. Бүгін сіздер студент, біз жоғары білім алып, бәріміз міне қарасаңыздар, зиялысы да бар, зиянысы да бар, жүргендеріміз бар арасында. Өз оқығанның бәрін зиялы қауым деп айта беруге болмайды, соның ішінде зиянды және зиялы деп екіге бөлінеді. Зияндысы не оқыған оқуы жоқ, не басқасы жоқ, әйтеуір көштің шаңында қою шаңдайды бітіріп, диплом алу керек, ары-қаратай не халқына ұлттық мүдде тұрғысынан ешқандай қызмет етпей, қалай болса солай жүргендер, және солар нағыз шынайылыққа қарсы тұратындар да солар болады. Соны ұмытпаңыздар. Сондықтан бұл мен әдейі мысалдап айтып отырмын, сондай күйден аулақ болу керек. Аузыңа қашан кім дайындап ас салып береді деген деп отырмауымыз керек. Біз өзің үшін ізден, өзге өзің алдыға сүйре. Сізді ізденем десең, сізді ешкім байлап ұстамайды ғой.
Сондықтан өзіңде қызығушылық оян, мына мектепте қарасаңыздар көрдіңіздер ма, тестке негіздеп тастаған бәрі жаттау, түп тамырын ештеңкені білмейді, тақырыптың мән мағынасын білмейсіздер, тек қана жаттау. Сондықтан айтарым, сіздер мынау оқисыздар ма, шынайы өзің үшін ізденіп оқыңыз. Ертең сіз біреуді оқытасыз, ертең сіз біреудің алдындағы мамансыз, соны ұмытпаңыз. Нұрдәулет ағаларымызға үлкен рахмет айтайын. Расында да бүгін Санжар Асендияров аталарымыздың тарихи жолының қызметі туралы екі ғалым келіп, сіздердің алдарыңызда мәнді да мағыналы дәріс оқыды. Мінекей осындай осы университеттің түлегі екі ағамыз, Алмас пен Нұрдәулет ағаларыңыз аталарыңыздың еңбегін қалай зерттеп сіздердің алдарыңызға кәдімгідей алақанына салып, кәдімгідей түсіндіріп беріп отыр. Соның осы кісілерге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Осындай ағалар аға болғанына, осындай асыл ағаларыңыздан дәріс алғандарыңызға сіздер риза болуларыңыз керек. Расында да мақтан тұта жүрулеріңіз керек. Үлкен құндылықты түсіне білу керек. Ал жалпы өздеріңізге, жалпы қазақ баласына сіздердің намыстарыңыз тапталмау үшін еңбектеріңіздің, өздеріңіздің өмірдегі, өнердегі жолдарыңыз болу үшін осындай асыл ағаларыңыздың еңбегі зор, қалдырмандай мінекей ғалым, жас та болса ғалым ағаларыңыздың еңбегі зор. Сондықтан сіздерге айтарым, өмірлеріңізде тек жақсылық болып, осы тәуелсіз мемлекетке мәңгілік елдің иегері болуларыңызға тілеймін.